Барлықтарына салам, сіздермен көйсек. Достар, бүгін біз Космо KZ ютубтан қанша табатыны туралы айтатын боламын. Және скриндармен бәрін көрсететін боламын. Так что видеоны до конца қарап, каналға жазылып подписаться етейік. Так что тағы осындай видеолар шығып тұрады. Көбінесе ертең аш уақыты шығуы мүмкін. Так что лайктарыңды басыңдар. Кстати, бұл айтылған, бұл жақта айтылған цифрлар, нормальный цифрлар. Просто шамалы сәйкес келмеуі мүмкін, бірақ примерно деп айтылғандар болады. Так что до конца қарап, көріп, қанша табатынын білейік космолардың примерно. Онда мен бастай берейін. Қазір Космо KZ-тің, айта кетейін, сразу видеолары мысалға Дейлин KZ-ке қарағанда просмотрды аз жинайды. Мысалға, оның просмотрлары 1500, 2500, 5000, там около 10.000-ға барады. Бір хайповать еткен видеолар просмотры. Ақшасы емес, просмотрын айтыватын. Так что оның қазір бағасы, мысалға, алатын ақшасы, мысалы, кімдерден аз Дейлиндерден. Так что таң қалып атпаңдар, қараңдар, достар, видеоны до конца. Табатын ақшасы осындай, әр видеодан өздерін примерно қарап түсінсеңдер болады. Алдыңғы айдың ақпанның 27-сіне бір видеодан $4-дан $70 шейін тапқан. Яғни дегеніміз бұл деген қанша? $4, мысалға, 2000 теңге, 3000 теңге табады. Минимальный деген, ал среднем, примерно средний алсақ, біз деген ол мынанша шығады. Космо KZ минимально $4-дан кем таппаса 2000 теңге табады. Ал в среднем алсақ, әр видеодан примерно есептеп 70, 65, 100-ның арасынан есептесек, 35 алайық, 30 алайық деген. 30 алып есептесек, 15.000 теңге болып шығады. 15.000 теңге тауып отырады, немесе ол 2000 теңгедей табады бір видеода мысалға. Және де біз қазір айына қанша табатын айтайық, онда айына. Космо KZ айына минимальный $133 табады, ол дегеніміз. Так что ол деген 69.710. 70.000 тауып отыр айына минимальный емес, средний есептесек, $2100 арасынан $800 алуға болады. $800 дегеніміз ол міне осынша шығады. Космо KZ айына среднем 419.000 теңге табады. Ал енді годовой доходын есептейік. Оның годовой доходы минимальный $600 екен. $600 дегеніміз осынша ақша болады. Значит, Космо KZ минимальный жылына 838.000 теңгеден кем таппайды. Среднем айтпай қойын, уже шаштек беттін. Примерно қанша тауып отқан өздерінде білет жерсіңдер. Достар, видеоны мұна есептеу қате, мынау дейтіндер болса, өздерің көріңдер, американский YouTube, туда-сюда деп көріңдер. Мысалы, біздің қазақтарға олардан қарағанда аз сөйлейді, бірақ та біздің қазақтар, ондай қатты кем алмайды, нормально ақша алады. Каналға жазылып, подписка жасаңдар, өздерінде сұрастырып көрсеңдер болады. Мен шығарған есебім дұрыс деп ойлаймын. Сендермен болғанмен көйсек. Видео ұнаса каналға жазылып, лайк басақ, және подписаться етейік. Ендігіде аш уақытқа шығатын болады. Сендермен болған көйсек, давайте.